Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының «Қазақ емшілігі» атты кітабынан қазақ емшілігі рецептерін ұсынамыз. 50-ші бөлім ашудас. Ашудас ақсары түсті, дәмі қышқыл, уытсыз. Қақырықты жібітіп, құрт өлтіретін рөлі бар. Жөтелді басып, қақырықты жібітеді. Ашудас сабын ағашы жемісі, қызыл мияның тамырының әр қайсынан 3 граммнан суға қайнатып, оның нілін ішеді. Жүрек айнып құсқанға ашудастан аз мөлшерде қайнатып, демін алдырып, суын ішеді. Мұрын қанағанда ашудастан аздап талқандап, суға салытып ерітіп, мұрынға азырақ тамызса қан тоқтайды. Тіс қақсағанға ашудастан азырақ қосып, сірке суына балға араластырып, қыздырып, тіс қақсап тұрғанда ауызды шайқаса тез басады. Сулы бөрткенге күйдірілген ашудас, күйдірілген гипстің әр қайсынан 20 граммнан, релгардан 7 грамм, осы үшеуін талқандап 200 грамм вазелинге араластырып бөрткенге жағады. Талмаға ашудастан 60 грамм, шай жапырағынан 120 граммды қосып талқандап, күніне 2 рет, бір ретте 60 граммнан ішеді. Сыртқы жарақаттан қанауға шикі ашудастан 45 грамм, күйдірілген ашудастан 45 грамм, қарағай шайырынан 210 граммды талқандап қанаған жерге басады. Балалардың аузы уылғанда күйдірілген ашудастан аз мөлшерде уылған жерге сепсе, балалардың аузы уылғаны жазылады. Іріңге күйдірілген ашудастан 15 грамм, сары ағаштан 6 грамм, қасбояу жапырағынан 3 грамм қосып талқандап, өсімдік майына араластырып, іріңді жерге жағады. Шуашқа ашудас пен кептірілген жем-жемілден азырақ қайнатып, жылы сумен аяқты жуады. Қақырық көбейіп шыға алмаса, тамақ қырылдаса, ашутас, сабын ағаш жемісі, қызылмиялардың әрқайсынан 3 граммнан суға қайнатып ішеді. Бірінші, екінші дәрежелі жатыр төмендеуге ашутас ұнтағынан 6 граммды таза дәкеге орап, жатыр мойнына қойып, астыңғы жағын таза мақтамен тығындайды. Күн аралап алмастырады. Бір емдеу мерзімі 6 рет болады. Ал үшінші дәрежедегі жатыр төмендеуге 80% ашутас сұйықтығына 20 мл, 2% новокаиннан 3 мл қосып, жатырды көтеріп тұратын жалпақ көк еттің сыртқы 1/3 бөліміне екпе қойылады. Аяқ терлеп шуаштанғанда ашутас пен кептірілген жаңпизыдан лайықты мөлшерде алып суға қайнатып жуады. Қолдану мөлшері 10-15 грамм, сыртқы денеге лайықты мөлшерде. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетіңіз.